жолының жүгі ауыр, білім мен ғылымның сара жолының тізгінін берік ұстаған адам ғана биікке қол жеткізе алады. Білімнің заңғар шыңына шығады. Қысқасы, білім кәусарының дәмін татып бағалайды және бағалап қана қоймай, өзінен соңынан ерген ұрпақтарға да бере алады. Ұстаздардың ұстазы белгілі педагог Сергей Макаренконың тәрбиенің мәні аға ұрпақтың өз тәжірибесін өскелең ұрпаққа бере алуында деген екен. Осы қағиданы өмірлік заңына айналдырған адамның бірі Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы мемлекеттік университетінің профессоры, техника ғылымдарының кандидаты Төлеуғазы Тоқтағанов. Енді институтқа келіп, институт оқып жүрген уақытында сонда ғылыми жұмыстармен шұғылдандым. Соның ақырғы курсында болғанда осылай кафедрада қал деген ұсыныс болды. Жаңғыз ол емес, елге де шақырды. Елге шақырып, мен өйткені мектеп бітіргеннен кейін жұмыс істедім ауылда. Электростанцияда істедім, тракторда істедім. Содан кейін келіп ауылдың енді басшылары біледі. Үлкен ағама келіп айтты, сенің оқу бітірейін деп жатыр екен, кесін совхозға инженер алып қоямыз деп. Соны әр ойлап, бер ойлап осы нені кафедрада қалдық. Сол кафедрада қалуыма себеп болған, мен студент болып жүрген уақытында мынау Павлодар Барнауылдың мотор жасайтын заводыменен сонымен шартпенен жұмыс істедік. Ол үшін ақша төледі қосымша. Сол жұмыстар қарай жалғастырғым келді. Қазақта тегі жақсы тегін болмас деген нақыл сөз бар. Абай елінің азаматы Төлеуғазы Төкілұлы бала кезінен ұлттық салт сананы, әдет ғұрыпты бойына сіңіріп өскен. Төлеуғазы Төкілұлының бала кезінде қазақ ауылдарда техника жағы жеткіліксіздеу болған ғой. Төкең сол кездің өзінде техникаға жақын екенін танытқан. Біздерге ол арманшыл бала кезінен сыр суырды. Бала кезден техникаға деген бір сондай ынтықтық болды. Мүмкін енді ол сол заманның, сол дәуірдің өзінің салты шығар. Өйткені ол кездердегі жастардың көбі летчик болғысы келді, ұшқыш болғысы келді. Содан кейін инженер болғысы келді. Өйткені инженерлікті өте қатты қадірледі сол кездерде. Сондықтан да сол техника, ауылға келген техникалар болатын болса, соның маңайында жүріп, үсті басты майлап, шешеден талай таяқ жегенбіз. Содан енді оқып жүрген уақытында мен 5-ші класты бітіргеннен кейін жұмысқа кірістім. Ол кезде шөп шабатын машинаға отырып, соның тырнақ ұшында отырып жұмыс істедік. Соның арасында тракторист бізге тракторын беріп қойып жүргізуге оған біз қатты қуанатынбыз. Сосын анау бірдеме жөндейтін бірдемелер керек болатын болса, соны бізге жөндетіп қояды. Сол кезден білмеймін, енді сол кісілердің аузына Құдай салды ма, профессор дейтін мені. Сонда өздері атақ қойған соны профессор деп. Бірдеме сынып қалса айтады, Төлеуғазы, кел ананы көр, істе деп. Велосипед жасап, 3 аяқты шөп таситын. Сосын әргі шөп шабатын машина тынауыштарға күн ыстық болады ғой. Сонда басқа құмға қар жасап, соның барлығын істеп, соның бәрін қойып жүрдік. Енді соның нәтижесі осы жетелеп осы Павлодар индустриальный институтын алып келді. Құдайға шүкір, сол келгеннен бері мен келгелі 42 жыл осы жерге. 42 жыл осы жерде жүріп жатырмыз. Жаман емес, енді еңбек жолы қатардағы сол мұғалімнен бастап, бүгін кафедраның профессоры болып отырмыз. Ұстаз бір елдің болашағы үшін қызмет ететін киелі мамандық. Олардың парасаты, сөйлеген сөзі, жүріс-тұрысы, тіпті киген киімі айналасындағы жас ұрпаққа үлгі-өнеге. Осындай талапқа лайық жан Төлеуғазы Төкілұлы жаңашыл адам. Таптаурын жолмен жүре беретін адам емес ол кісі. Үнемі ізденіс үстінде, тиянақты еңбек үстінде жастар арасынан табылады. Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы мемлекеттік университетінің машина құрылысы факультетінің директоры Төлеуғазы Төкілұлы өте қарапайым адам. Ол кісіні
елдің қамын, елдің болашағын ойлайтын адам деп айтуға болатындай. Оған мына бір жай куә. Әркімнің мінезі әртүрлі болатыны сияқты, олардың ойлау қабілеті де әртүрлі болмақ. Кейбіреу отбасы ошақ қасынан аса алмайтын болса, ал енді бір азаматтар елдің, жердің қамын ойлайды. Егемен елдің өзінің төл техникасы, тракторы болу керек деген арманды көптен бері ойлаған Төлеуғазы Төкілұлы студенттермен бірге трактордың осы заманғы талапқа сай жаңа модификациясының жобасын жасап, тиісті жерге жіберген. Жоғары жақтағылар бұл жаңашылдықты бас етей құптаған болатын. Енді Алла қаласа осы шешім қабылданса, егемен еліміздің өзінің тракторына сұраныс көбейеді дейді Төкең. Және Ресейде де осындай жоба жасалып жатқандығын, одан бұрын бұл елдің техникасы жарыққа шықпай тұрып, өзіміздің елімізде тракторлар жасалатын болса, құба-құп болары деп алаңдаушылықта білдіреді. Бұл да Төкеңнің өзгеге ұқсамайтын бір қыры. Сол жұмыстың нәтижесі бойынша қондырғы жасадық, мынау машинаның тракторлердің тетіктерін сынайтын. Сосын ол тетіктерді осында жасады. Мынау Октябрь заводы, қазіргі өзіміздің сонда жасады. Енді ол жасаудың өзінде де көптеген қиыншылықтар болды. Сол кездерде осында бізде Айдарғалиев деген үлкен ақсақал ағамыз болды. Сол үшін көп көмегі тиді. Өйткені завод жасақсы келмей, кішкене анау деп, мынау деп созбаққа салғанда сол кісіге барып ол кісі айтып, Дөңлер деген директоры болды. Соны жасап, сол қондырғыны істеп, соның бойынша студенттермен жұмыс істедік. Студенттермен студенттік конструкторлық бюро құрастырдық. Соны мен бірінші жасаған соның басшысы болдым. Еңбек адамды танытады деген емес пе? Институт қабырғасында жүргеннің өзінде өзінің еңбек қорлығымен танылған Төлеуғазы Төкілұлы білім ордасын сәтті аяқтаған. Және осы оқу орнында оқытушылық қызметте қалған. Жас ұрпақты техникалық білімге негіздеуде тамаша ғылыми, әдістемелік еңбектер жазған. КСРО-дағы жоғары білім саласындағы еңбек үшін медалін сонау еңбек жолын алғаш бастаған кезде алып үлгергені ол кісінің еңбек сүйгіштігінің айғағы. Өзіне өзі талап қойып, талапты орындауға, содан кейін жанындағы жолдастарына бәріне сондай адал мінезіменен, содан кейін алған бір бетінен қайтпауға, негізіне мына білім, ғылым жағына өзі сол кезден үйір болды да, институтта оқып жүріп 4-ші курста өзінің жазған дипломный жұмысының тақырыбыменен әрі қарай шұғылдана берді. Сол кезден бұның өзі білімге деген құштарлығы сондай, артық кездесуде бізде болмайтын. Сәрсенбі мен сенбіде кездесеміз. Уақыты жоқ. Сабақта, содан кейін сессияның бар мезгілінде 5-ке тапсырмаса, ол қиын жағдай өзінде. Сол қалпымен осы уақытқа дейін келіп жатыр ғой. Өзің боп өлеңім, шаттыққа бөлендім, сәулешім сені мен танысқалы. Теңізге терегей жол тартқан кемедей бойдақтық бізден де алыстады. Қуаныш көрем көзіңнен, өзіңмен жан құрбым қосылды тағдырым, қосылған қос өзен секілді. Азаматтың еңбегімен елге танылуы отбасына байланысты. Олардың алаңсыз еңбек етуі, маңдайы жарқырап көпке танылуына үйдегі жарының арқасында болатыны белгілі. Төкеңнің сүйіп қосылған жары Майра Қани қызы ерін сыйлап қадірлейтін адам. Екі адамның бір-бірін түсінуі, сыйласуы көпке үлгі өнеге. Ерінен қалмай жас ұрпақ тәрбиесімен айналысып, таңның атысы кештің батысы қызметте жүрген Майра Қани қызы да білім беру саласына еңбек сіңген азамат. Мектептің тынымсыз жұмысына қарамастан отбасы бала тәрбиесіне де уақыт тапқан ет тірі адам, ардақты ана, адал жар, асыл әже,
Зейнетке шықса да әлі де қоғамдық қызметтен қалған жоқ. Мәкең Аруана әжелер ансамбліне қатысып, ән сүйер адамдар арасында беделге де ие. Бұл өмірге келіп, осылаймен балалар әке, бұл балалардың тек қызығын, қуанышын көріп отыру деген өте жақсы. Оның олай болуына ең басты себеп ол үйдегі анаға байланысты. Біздің өзі ұлтымыздағы бала тәрбиедегі бір ерекшелік бар. Біз соны өкінішке орай кейінгі кездерде ұмытып кетіп жатырмыз. Бұрын біздің әкенің авторитетінде тәрбиелейтін аналар. Егер біз ақылдық бірдеме істейтін болсақ, әкең айтамын дейтін. Это ең қатты бір сондай орысша айтқан наказание болады. Сондай принциппен біздің де Мәкең балаларды тәрбиеледі. Одан біз ештеңе жамандық көргеніміз жоқ, балалар қазір жақсы отыр. 65 жылы 11 класс бітіріп, осы Павлодардың пединститутына келіп, физика-математика факультетіне түстім. Содан жерлестер, жолдастар, кластастар деп жүріп, сол 67 жылдары туған күн деген болады. Қаланың өмірімен танысып, 1-2 жылдан кейін бұлай қыдырысқа шығып, сонда бір жолдасымыздың Төлеш Олжаулып Акулыч, соның туған күнінде кездестік Төлеуғазыменен. Сол туған күнде таныстық. Бұлар индустриальный институт, қазіргі ПГУ ғой. Сонда оқып жүрген студенттер. Олар 2-ші курста, 3-ші курста. Содан бірге танысып жүріп, 68 жылы қыста үйлендік. Содан бірге өмір сүріп келеміз. Құдай жазса, 68 жыл үйленсек, 40 жылға таяу бірге келеміз деген ғой. Мәкең енді келіндеріменен Құдайға шүкір әлі күнге дейін бір ауыз қатты сөзге келген жоқ. Немесе біреуі не сен деп, олар айтпесе сен деп ол кісіге қарсы келіп көрген жоқ. Бір-бірін сыйлап, бірінің бірі сол бір жағдайлар болса жүгіріп аналар мамалап жүгіріп келеді. Олардың бірдемесі болса бұл құлым деп оларға барады. Бірдемесі бір артық құртық болатын болса оларға дайындап ұстап отырады. Сондықтан да міне өз балаларындай сырласып, сыйласып жүріп жатыр. Меніңше ол солай болып өту керек. Осындай жағдайды бұл кісілер аналарынан көрді. Мәкең менің шешемді 10 жыл бақты. Ол күнің 2 көзі көрмей қалды. 2 көзі көрмей үйде отырды. 90-ға келіп қайтты. Өзіміз арулап осы жолдастар бәріміз қойдық. Оның барлығын солай жасап үшін адамның енді бойында бір қасиеттері болу керек қой. Сол қасиеттерден әрі қарай балаларына, келіндеріне, күйеу баласына солай қылып береді. Оның үстіне де енеміз біздің марқұм өте жақсы кісі болды. Осы анда-санда бір барғанда бірдемелерін дайындап, соны етіп қоятын, балалар жүгіріп жүреді. Жезден көрді, апа, әлгілерін шығармайсың ба деп. Бұл тәрбиелік мән. Енді мұнда да қазір Мәкең ана біздің боламызға қанатқа тоже бір жақсыларын дайындап қояды. Тәттілерін соған бірінші беріп. Бұның өзінде де аслында үлкен бір философия жатыр. Өйткені егер бір сөз бар ғой, сыйға сый, сыраға бал деп. Егер жақсылап сол сыйлап тұратын болса, онда ол балада ертең басқа қатты жағдай жасауға немесе ренжітуге оның өзінің ары ұжданы жібермейді ғой. Сол принциппен солай тәрбиелеп отырмыз. Бала кезінде жастық шағында өз ата-анасынан алған тәлім тәрбиені бүгінде ерлі-зайыптылар өз балаларына, немерелеріне бере білуде. Тәрбиелеу дегеніміз олай болыңдар, былай болыңдар деп бос әңгімемен тыңдаушының мезі қылу емес, үлгенегені өзіңнің жүріс-тұрысыңмен балаңа бере білу. Ал балаңның кереметі оны оқып көңіліне ұялатуы. Төлеуғазы Төкілұлы мен Майра Қаниқызы да өздерінің тәлімді қылықтарымен өнеге болып жүрген жандар. Өздері ата-анасына, ата-енесіне құрмет көрсеткен оларға қазір балалары, келіндері, немерелері сый көрсетуде. Біздің папамыз, мамамыз жұмыстардан алды болып,
үйдеді балаларымызды бәрімізге мына оқуымызды бітірдік. Осы мына әке шешеміздің арқасы деп ойлаймын. Осының бәрін айтады ғой. Бала не көрді, ұясында соны өзі сосын жалғастырып, мына менің балаларым айтып отырам. Папа, мамамды үлгі деп санаймыз бәріміз. Әлі де ауырмай, сырқырамай, біздің арамызда жүре берсін екеулері қол ұстасып. Бізде папамыз бен мамамызға тірек болып, әрқашандан ренжітпей жүрейік деп ойлаймыз. Әкем мен шешем балалар арасында өте сыйлы адамдар. Біз олардан еңбекті бағалауды, тиянақты жұмыс істеуді, үлкенді сыйлауды үйрендік. Ол кісілерді немерелерді жақсы көреді, көрмесе сағынып тұрады. Осы семьяға мен келін болып түсіп келгелі 4 жылдан асты. Осы 4 жылда енді келген қонақтармен келін деп таныстырады, бірақ қызым, одан басқа бір қатты сөз естігенім жоқ. Өте құрметтейді, сыйлайды. Енді осы үйдің кіші қызы деп саналамын. Сенің кім екеніңді айтайын, досыңды айтшы деген ғой абай. Расында адамның адам болып, ортадан ойып орын табуы жанындағы жолдастарына байланысты екеніне дау жоқ. Төлеуғазы Төкілұлы жолдастарына адал адам. Төкең институтты бітірген 7 жігіт әлі туғандай араласамыз, тіпті кейбіреулеріміз құдайы көршіміз дейді жымиып. Қызығымыз, қуанышымыз бәрі бірге дегенде, бізде шынайылыққа қызықтық. Шіркін тәлім аларлық жағдай екен деп те ойланып та қалғанымыз рас. Бір-біріне ұқсамас 40 қырлы адамдар ай. Төлеуғазымен 64 жылдан бері біргеміз, институтқа түскеннен танысқанбыз, бір комнатада тұрып бірге институт бітірдік. Ол институтта қалды, мен өзім ауыл шаруашылығында істедім. Содан бері міне семьямызбен араласамыз. Қазір міне үйіміз, көршіміз, жан жолдас. Бұл енді ерекше семья бұлар. Анасын қолынан тәрбиелеп, қолында болды. Ағалары, ағайын туысының барлығына Төлеуғазы ерекше қамқорлық жасайтын Майыр екеуі. Бұлар міне балаларының барлығын үй қылып, үй болып жеке немере көріп отыр. Енді барлығын ерекше тәрбиеледі. Барлығы қазір осы облыста әр жерде қызмет жасап жатыр. Енді Төлеуғазының өз басы жөнінде мен айтатын болсам, жолдастыққа бұл ерекше азамат. Мен өзім осы Төлеуғазыменен 40 жылдан аса 45 жыл біргеміз, осы бірге жүріп, бірге тұрып келетқаным өзім ойлаймын, ерекше маған да әсер етіп, тәрбие берген деген сияқты әсері бар бұның мінезінің, адамгершілігінің барлығында. Ерлі-зайыптылар бір-біріне асқан сүйіспеншілікпен қараса, Алла тағала да мейірімін төгеді деп жазылған хадисте. Төлеуғазы Төкілұлы мен Майра Қаниқызы 3 баладан 4 немере сүйіп отырған бақытты жандар. 25-тің қызығын көп көргендер, қапысыз махаббатты өткергендер, қайран қызық жастықтың базарында пашіркін жеңгейлерге жеткен күндер. Желпініп қайран жүрек тасқындаған, мұзбалақ қан сонарда асқан қырдан, қарға ұнаған түлкідей жеңгешемнің еркен азды қылығын жатсынбаған. Махаббаттың сендерсің қаранары, өнегелі үлгілі, қамал әлі, жайқалған жапырағы бәйтеректің, сендер шыққан биіктің сара бәрі.